Осы көріністен не ұқтық? Осы видеоға байланысты, осы ситуацияға байланысты өзіміздің түйгенімізді айтып өтейік. Бір нәрсе түсіндік. Құндылықтардың бәрі орын ауысып кетті. Біз важный деп жатқан дүниелер екінші планға кетті. Шын мәнінде дүние, мүлік бәрі қалды. Бастысы басымызды аман алып қалуға тырысып, далаға тым-тырақай қаштық. Аузымызға Алланы еске алдық. Жалпы шынайы құндылықтың не екенін түсіне бастадық. Енді бұл көрініспен не айтқымыз келіп отыр? Жалпы шынайы құндылықтар ол Аллаға қарай ұмтылу. Кез келген уақытта біз білмейміз. Табиғи апат, зілзала, ажалымыз қашан келетінін. Бастысы тезірек Аллаға қарай ұмтылу керек. Әрекеттерімізді, ниетімізді тазалау керекпіз, дұрыстау керекпіз, Аллаға ұмтылу керекпіз. Енді сіздерге жақсы жаңалық, айына пайызсыз бөліп төлеу арқылы сіз умра құлшылығын жасай аласыздар. Айына бар болған 25 мың теңге төлеу арқылы умраға бара аласыздар. Аллаға жақындай аласыздар. Қазақ Travel компаниясы шынайы құндылықтарға есік ашады. Толығырақ білгілеріңіз келсе, мына сілтемеге өтіңіздер.